Қайырлы күн, даналы оқырмандар. Өткен видеода байқағаныңыздай ертұғырыл кім деген сұрақтың жалғасы осында болады. Ол моңғол басшыларынан ығысып Анадолы өлкесіне көшіп барған түркілердің Каи деген тайпасын басқарған Көсем Сүлеймен Шахтың үшінші ұлы, яғни тек дәулеттен шыққан. Асылдың сынығы тұлпардың тұяғы. Баулар бала боғына демекші, тектілігі балалық шағынан бастап білінеді. Кішкентай кезінде әлденені ойға алса орындамай қоймайтын бала болады. Бойындағы әділдік, тазалық, адалдық қасиеттер бозбала шағынан-ақ көзге ұрып тұрады. Дүниедегі зұлымдық пен қараулықтан әбден ашынған ертұғырыл ержеткенде бүкіл ғұмырын туралық үшін күреске арнауға бел буады. Залымдарға ажал, ал әлсіздерге қорған болуға бекінеді. Мұндағы мақсаты аста төк, қазынаға мол алтынға кенелу емес, атын шығарып атақты болуды емес, билікке қол жеткізуді емес. Оны тақ та, мансап та, билік те, байлық та қызықтырмады. Жүрегіндегі жалғыз ниеті Алла разылығы үшін, мұраты Алланың ақ жолымен жүріп өту, осы ауыр даңғылда дұрыстық үшін айқасып арпалысу. Мұрты енді тебіндеген балаң жігіт шағынан-ақ осындай биік мұрат қойған. Ол бұл жолда көптеген қиындыққа, сатқындыққа кезігеді. Бірақ соның бірі де батырды ізгі арманынан бас тартқыза алған жоқ. Өйткені ол айтқаннан қайтпайтын қайсар, әрі сынақтарда сынбайтын өжет жан. Ақиқат жолында ол жалғыз қалса да, төңірегіндегілердің бәрі оған қарсы болса да, торалықтан таймайтын, дұрыс ұстанымынан айнымайтын. Ертұғырыл үшін бастысы көппен бірге күшті болу емес, ол маңыздысы мейлі аз болсаң да дұрыстық жолында болу. Ертұғырылдың айналасын түгел сүйсінткен қасиеті адалдық. Түркілер о баста Анадолыға көшіп барғанда, онда Селжүк мемлекетінің дәурені жүріп тұрған еді. Селжүк сұлтаны түркілерге жер беріп, құшақ жайы қарсы алғанын бағалай білген ертұғырыл қаншама сұлтан ауысса да, Селжүк сұлтандығына адал болды. Мемлекеттің дұшпандарына қарсы жаны аямай шайқасты. Мемлекетке адал болып қана қойған жоқ, жалпы екі сөйлемейтін, уәдесіне берік адам еді. Уәде берсе мейлі оны орындау үшін қанша қиын болса да сертін бұзбайтын. Селжүк сұлтанының батысынан крест жорықшылары, шығысынан моңғолдар көз алартып, қауіп төндіргенде санада басым, әскерде мықты жаудан қаймықпаған ертұғырыл жылдар бойы тайпасын бастап күрес жүргізді. Ол дарынды қолбасшы еді. Дұшпаны қанша күшті әрі көп болса да, ақылымен, айлакерлігімен әрдайым оларды жеңіп шықты. Өзіне көмек сұрап келгендердің ертұғырыл кеудесінен итермеді. Панасына алып, қолынан келгенше көмектесті. Мұнысы өзіне шоқпар болып тимегенде жоқ. Оның мейірімділігінен пайдаланған талай дұшпан мүсәпір кейпінде жәрдем сұрап келіп, сеніміне кіріп, кейін арқадан пышақ салған жағдайлар көп болды. Әйтсе де, Алла бәрін көріп тұр. Арамзаның қулығы әйтеуір бір күні әшкере болатыны шүбәсіз. Содан соң ондайлар сыбағасын алады. Мұндай кісілер бар екен, ертұғырыл жақсылық жасауын тоқтатпайды. Мұқтаждарға үнемі қол ұшын созады. Тек бұдан кейін сақ әрі қырағы болуға аса мән береді. Ертұғырыл парасатты, көреген, әрі қарағылды қақ жарған әділ басшы болатын. Егер қарамағындағылардың біреуі ағаттық жасап, әскердің шайқаста жеңілуіне не болмаса, көздеген мұраттың орындалмауына себеп болса, лайықты жазасын берді. Мейлі ол туған інісі болса да, бала кезден өскен, бірге өскен андасы, жандосы болса да, тіпті туған ұлы болса да, әркімді қателігіне сай жасалады. Бейғұлбасы немесе сарбаз деген шенінен, лауазымынан айырды, жер аударды. Бірақ мұның бәрі уақытша ғана. Егер кінәлі кісі айыбы үшін шын өкініп, бүкіл халыққа пайдасы тиетіндей үлкен ерлік жасаса, ертұғырыл оны кешіріп, бұрынғы лауазымына қайта тағайындайтын. Ол кешірімді, кеңпейіл адам. Ертұғырыл ешқашан кешірмейтін жалғыз нәрсе опасыздық. Ол жанында сенімсіз, солқылдақ кісілерді ұстамайды.
Ертіғұрыл Моңғол империясының ханы Үгедейдің кейін Алтын Орда ханы Беркенің шатырында болып келіссөз жүргізгені, мәмлүктердің билеушісі Бейбарыс сұлтанмен байланысқа шыққаны, Византия империясының императоры оған елші жібергені тарихи шындыққа жанаса ма, жоқ па мен нақты білмедім. Бірақ Сюгут деген кішкентай ғана өлкені басқарған тұлғаны бабасын түріктер тым әсірелеген де болуы мүмкін. Алайда бұлай екен деп түріктерді айыптауға да болмайды. Олай жасауға да әр халықтың құқығы бар. Америкалықтар да, орыстар да, қытайлар да, кәрістер де барлық жұрт өз батырларын киноларында әсірелеп дәріптейтіні ақиқат. Енді сіз Ертіғұрыл туралы жалпы не естідіңіз? Қандай ақпараттар бар? Комментарийге қалдырып кетсеңіз болады. Оқыған Кәрім Нұргүл.